Тілдің апаты не? Соның ішіндегі нөмір бірінші, бұл мұсылманның аузынан шыққан сөз қарғыс, лағнет сөз деп айтқан. Кезінде өз дәуірінде Мұхаммед пайғамбар бір түйесін қарғап жатқан сахабаны көріп, бір ауыз лағнет сөз айтқан үшін енді бұл түйені жібер, бұған қарғыс өтті деп айтқан екен. Егер адамның аузынан шыққан қарғыс сөз түйеге тиген болса, біздің кейбір адамдардың аузынан шыққан сөз, әлбетте ол аспанға ұмтылады қарғыс сөз. Аспан сондай бір рақымдық мекені, оған есік жабылады. Ол қарғыс сөз жерге ұмтылады, жердің есігі жабылады. Сонда бұл қарғыс айтылған адамға барады. Егер ол айтылған адам оған лайықсыз болса, сол қарғысқа онда айтқан адамға барады. Содан қалған аталарымыздан нақыл бар. Жүйелі қарғыс жүйе табады, жүйе таппаса ие табады дейді. Бұл қарғыс, лағнет жалпы руханиятымызда тек қана шайтанды ғана лағнеттеуге болады. Қалған қандай күнә істесін, қандай жаман адам болсын, лағнет сөз оған жүрмейді. Кезінде бір елді қырып, тоны қырған жауыз Хажаж деген патша өткен. Хаджаж Юсуф ас-Сақафи деп тарихта аталған. Сонда адамдардың барлығы оған қарғыс соққан екен, өлсін деп. Түгел халық болып. Сонда ғұламалар айтты дейді, сендердің қарғыстарың оның істеген жамандылығынан асса, онда жауап бересіңдер қарғыстарыңа деп айтылған екен. Кезінде Омарға біреу келіп, менің балам жаман болды дегенде, балаңды қарғап берді кішкентай кезінде дегенде, иә, сол тілегің қабыл болған деген.